Ерен қабырға естеліктері. Қади батырдың ерліктері. Қади батыр Найманның бай жігітінен тараған Оршан деген кіші рудың азаматы. 1900 жылы Дөрбелжін ауданы Қараеміл бойында дүниеге келген. Қади жігіт ағасы бола бастаған кезде үкіметтің 100 бас қойға 30 бас еркек қой алатын алман салығына шыдай алмай, ақыры Қади бастатқан ауылдың ер жүрек азаматтары 1927 жылы сәуір айының соңында бір күні кеште қасына Жұқай, Бибі қатарлы азаматтарды ертіп, сақшы бөлімшесіне басып кіріп, күзеттегі екі әскерді ұрып, есінен талдырып, мылтық және оқ алып шығады. Ертеңінде Дөрбелжін ауданында мылтық ұрыларын іздеу басталады. Сол кездегі ел басыларын қайта-қайта жиынға шақырып, ұрыларды тауып берген адамдарға көп мөлшерде сыйлық беретінін, оларды қорғағандар түрмеге қамалады деп үкіметтің жарлығын жеткізеді. Ақыры көп күмәннің соңғы бұлты Қади мен Жұқайға үйірілген соң 10 отбасы бір түнде Құлыстайдың қызыл керішіне кіріп, жан жағы жартас, жалғыз аяқ жолы бар, малға шөбі, адамға ауыз суы бар табиғи бекініске кіріп бекінеді. Ұзын құлақтардың бірінен керіштің арасынан түтін көрдік дегенін ести сала, үкімет адамдары әскер бастап 2 рет шабуылдайды. Кіретін жолдың ұрымтал тұстарын емденген Қадилар оқ атып ілгері бастырмайды. 2 реткі шабуылдан кейін Қади батыр ел ағаларымен кеңесе келе, бұл жердің ұзақ уақыт қоныс болмайтынын, алда келе жатқан қыс барын ескеріп, Қобықтың Тепіксу деген жерінде Гоминдан әскерінің түйесін көші-қонға пайдалану үшін түн қатып барып, әскердің түйесінің бір бөлігін айдап әкетеді. Қади батыр қасындағыларға түйелерді тездетіп айдап, ауылға барып, шөгейді бетке алып, тез көшіңдер. Арасындағы семіз тайлақты сойып, әр үйге үлестіріңдер деп, өзі орта жолда түйенің қуғыншылары келсе, бетін қайтаруға қалады. Әскерлер жер жағдайын білетін адам тауып, қуғынға шыққанша түс ауады. Түс ауа қолының тігінде 30 шақты әскердің өрлеп келе жатқанын көре сала, алдағы жол бастаған 2 қалмақтың басындағы қалпағын, артында келе жатқан әскерлердің аттарын атады. Биікке зорға шығып келе жатқан әскерлер бірінің үстіне бірі домалап, қалғандары етектегі тастың қуысына тығылады. Қуғыншы әскерлердің бетін қайтарып, оқ ұшқан әскерлерден жетекке бірнеше ат алған Қади дәм деген жердің аяғынан көшкен ауылын қуып жетеді. Жолда Жұқайдың әке-шешесі жол азабына шыдамай, шөгей жерінде қоштасып қалады. Жалғасты көшкен Қадилар 1927 жылы Манастың Көкөзен ауылына келіп тұрақтайды. Бұл кезде Кеңес одағынан көшіп келушілер мен ұры-қарының көбейген нәлегінен Дөрбелжін ауданының сақшы мекемесі Қадидің соңынан қумақ түгілі қолдары ұры-қарыдан босамай қалады. Осылайша Қади ауылы ерен қабырғаның Көкөзен ауылында тыныш өмірлерін жалғастырады. 1932 жылы Манастың батыс тауынан ел ағасы Ожаубай Кәмелқанды Қади Нұрбек қажыға жібереді. Дереу келсін деген шоғыл шақыруынан Қади жолға шығады. Жолда Кәмелқан бар жағдайды түсіндіріп, мұсылман мемлекетін құрамыз деген кәпір дүнген әскерлері Алтай Тарбағатайға барып, елді шауып, алтын күміспен қыздарын тонап, жуырда Сычуанға келіпті. Мұсылман әскерлер екен деп сенген Ожаубай, Жүніс Арыстанбайлар оларға көмектесіп, Сычаңдағы бір рота сараяқ әскерлерді қуып шығады. Қазір Сычаңның іші толған дүнген әскері осы арада тынығып жатыр. Дос боламыз деп араласқан дүнген әскерлердің ішкі сыры ашылып жатыр.
Ауыл әйелдері әскерлердің арасынан дүнген әйелдерінің киімін киген қазақ әйелдері бар деген сыбыс шығады. Бір күні бесін намазын оқығалы дәрет алып отырған Жүніс қажы жоғары жақтағы дүнген қолбасшының шатырынан «Құдай-ау, Құдай, осылардан құтқаратын бір мұсылманның кезікпегені ме?» деп жылап шыққан әйелдің даусын естиді. Жүніс қажы намаздан кейін Қызыл өзендегі Ожаубайдікіне барып, естігеннің бәрі шындық екенін айтады. Сыршаңдағы отырған бір пысық қазақ келіншекті дүнгенше киіндіріп хабар алуға жұмсайды. Бұлақтың басына барғанда әскерлер арасындағы қазақ әйелдермен сөйлесіп үлгереді. Олардың айтуынша, бізді Алтай, Тарбағатай жақтан олжалап алып келе жатыр. Қолды болған 60-тан астам әйел бармыз. Дүнгендер осында бір аптадай тұрып, кетерде елдеріңді шауып кетеді. Алданып қалмаңдар. Ел басылары бізді құтқарып қалсын деп сәлем айтады. Қазір ел ағалары жақын жердегі батыр мергендерді жинап жатыр деп жағдайды толық баяндап, Шорқұдықтан Нұрбек қажыны ертіп, Сайтан көпірден өтіп, Қарағашты саймен шығып, Сыршаңның басындағы Шыбартал деген жерге келгенде, шабуыл басталса, дүнгендер Удагу, Шегу, Дазмияуға қарай қашады деп мықты ұрымтал жерлерге орналастырған Жұқай, Батыр Садық, Айдарбек, Ертіспай сияқты сығайланған мергендердің тобына Қадимен Нұрбек қажыны қосады. Дүнгендерге секем алдырмас үшін оларға қонағасы беріп алдаусыратып, ең соңғы қонағасыны Қызыл өзен бойындағы Ожаубай ауылына орналастырады. Қонағасы ақырласып, дүнген қолбасшылар шатырларына кіріп, енді ұйқыға бас қойғанда, Жасияу жақтан шыққан мылтық даусы алғашқы шабуылдың белгісі болатын. Таң атқанша атыс толастамайды. Алайда алаң елеңде Бигуды өрлеп қашқан Қысылең, шын аты Ли Тоңлеңді Қади тобындағы батырлар қолға түсіріп, қолын байлап, алдыға салып, Жүніспен Ожаубайға әкеліп тапсырады. Құдайдан безген жауыз Қысылеңді Ожаубайлар ертесі Манас аудан орталығына жеткізеді. 2 күннен кейін Манаста Қысылеңнің басын алады. Осы соғыста Ожаубай Жүністердің батырлығының арқасында 60 қазақ әйелі құтқарылып, арнаулы адам және көлік дайындап өз еліне жеткізіледі. Соғыстан қашқан дүнген әскерлері Манас өзенінен өтіп, үлкен теректідегі Сасқалаң қажының аулынан өткенде, дүнгендер арасында тағы 2 әйелдің бар екенін білген. Сасқалаң қажы алда бір үлкен өзен бар. Соған жеткенде әскерлер аялдайды. Ебін тауып, өзен жағасындағы қысаң тастың шығыс жағындағы сайға қарай қашсын. Мен сонда адам орналастырамын, солар құтқарады деп жол бастаған адам арқылы жасырын ескертеді. Айту бойынша көк өзеннің қысаңына жеткенде суға түсеміз деп 2 әйел қашып, айтқан сайға жеткенде дайын тұрған жігіттер оларды құтқарып Сасқалаң қажының ауылына жеткізеді. Біреуі Алтайдағы Жабағы төренің қызы едім, Алтайға қайтамын. Ал екіншісі Қобықтағы Ақ Найманның қызы едім, туыс туғаным көп емес дейді. Манастан астық алып қайтатын түйе керуеннен Сасқалаң қажы Алтайға хат жазып жібереді. Жарым жыл өткенде төре қызын іздеп келген 2 адам Сасқалаң қажыға ат мінгізіп рахметін айтып қызды алып қайтады. Ақ Найманның қызы Манаста тұрмыс құрып балалы шағалы болады. Кәпір дүнген Ли Тоңлеңнің басының алынуы Еренқабырға өңірінде тыныштықтың бұзылғанының бастамасы болатын. Осыдан бұрын 3 бұлақтағы қырғын, Қасқа аттының аралындағы қырғын дейтіндерден жүрегі әбден шайлыққан ел арасында дүнген әскері қайта айналып келіп шабады екен деген қауесет тарайды. Қызыл ауыз желдірмелер бұл хабарды тіптен үдете түседі. Тарбағатайға көшеміз деп еш нәрсенің қарасы көрінбесе де, сеңдей соғылысқан елге ие болмасын білген Манас Сауан елінің атқа қонарлары Тазылаң жайлауында көшу немесе көшпеу жайлы кеңес өткізеді. Кеңестің соңы Қызыл өзен
Көкөзен өңірінен Уақ, Керей, Найман руларынан 2000-ға жуық түтін Алтай Тарбағатайға көшетін болып, бір бөлім ел өзі қалатын болып екіге бөлінеді. Көшкен елдің алды Жайырға жетіп, арты Сауандағы 40 құдыққа жеткенде арттағы елді жау басып қалды деген хабар жетеді. Қади батыр көшке тоқтамай кете беруді тапсырып, Айдарбек, Ұзынақан, Бейбей, Құдайбергенді ертіп тізгін ұшымен елдің артына жетеді. Кейінгі деректерге қарағанда Орысбай, Мұқаш, Айдарбек, Берікбай, Ертісбай қатарлы адамдар сараяқ әскерлерді аямай қырғындайды. Оның артынан Іле-шала Көкөзендегі Таттыбай Мәлік бастаған топ Бейпаңзы мен Туанжаңзыдағы Қытай әскерлерімен соғысып, таудан қуып жібереді. Жер-жерден қашқан сараяқ әскерлер Манастың ойындағы Қасым Зәңгінің ауылына шабуыл жасапты. Енді тауға қарай бет алып келеді деген хабарды ести сала, Қади батыр, Нұрбек қажы, Арғын Ғамза, Уақ Ыдырыш, Сақаба Өкірдай, Меркіт Жүніс қатарлы азаматтар атқа қонып, 150-ге тарта партизандарды ұйымдастырып, Шоқаннан өтіп, Басқы Текшеге барып, атысқа ұрымтал тұстарды емденіп, сараяқ әскерлердің келуін күтеді. Зұл қажының алғашқы атқан оғы әскердің беталысын өзгертіп, оқ шыққан жаққа қарай сараяқтар лап қойғанда, партизандардың тұс-тұстан қадап атқан оғының құрбаны болып, алдыңғы атқа мінген 50 шақты сарбазды қанға бөктіреді. Бір бөлім партизандар жақын жердегі өлген әскерлердің мылтығын емденіп, атысты одан ары үдетіп, қараңғы түскенге дейін соңында келе жатқан жаяу әскердің көп бөлімін қырып салады. Таңға жақын сараяқ әскерлердің зым-зия қашып жоғалғанын байқайды. Таңертең ерте партизандар тобына жеткен Қасым Зәңгі: «Қарақтарым, көп жасаңдар. Бұлар ой жақта бейуаз халықты көп қырып кетті. Елдің кегін қайтардыңдар», деп разылығын білдіреді. Осы реткі соғыстағы Қади батырдың ерлігін Нұрбек қажыға былайша еске алады. «Сараяқтарға шабуыл жасап, атпен түре қуып келе жатқанбыз. Жолдағы шағын судың жанына жеткенде Қади батыр атын суармақ болып еді. Сол сәтте қарсы беттен зу етіп келген жау оғы батырдың қарнын жарып өтті. Бірақ Қади батыр аттан құлаған жоқ. Қан саулап тұрса да, беліндегі ұзын белдігін шешіп алып, белін үш орап буып тастады. Содан кейін қоңқ етпестен қараңғы түскенше жау әскерін қуа соғысты», деп отырушы еді. 1943 жылы Көкөзендегі Қади текшесінде бидай орып жатқан жігіттерге: «Сендер асықпай ора беріңдер, қиын күнгейде құрған қақпаным бар еді, көріп келейін», деп аттанып кетеді. Ет пісірім уақыт өткенде Қади батырдың қызы Бәтіш орақшыларға келіп: «Әкем үлкен теке жетектеп келе жатыр екен», дейді. Соның арасынша Қади батырдың өзі көрінеді. Жетектеп келе жатқаны тау теке екен десті біреулер. Батыр таяп келгенде әкеле жатқаны үлкен қара сүрі аю екенін көрген жігіттер сасып қалады. Аттан түсіп жатып: «Бері келіңдер, аю жесе мені жемей ме? Қақпаныма түскен аю екен», бұғалық салып қылқындырып, аузына жас талдан кергіш салып, аяғында қақпанын алмай жетектеп келдім, дейді. 45 жасында құдайына қайтқан Қади батыр торыңнан шығып, шапқан тасты басып, Қызыл Қораға баратын қия жол бойын мәңгілік мекен етті. Ел есінде Манас партизандарының белді мүшелерінің бірі болған Қади батырдың батырлығымен Көкөзен бойында батырдың атымен аталған жер аты ғана қалды.